Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біздердің қатысатын тақырыбымыз шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыс. Алдыңғы тақырыптарда бір қалыпты қозғалысты қарастырған болатынбыз. Енді сол бір қозғалыс шеңбер бойымен болатын болса, біз не нәрсені білуіміз қажет. Айталық, енді шеңбер бойымен қозғалыс өздеріңіз көріп тұрғандай траекториясы былай болады. Яғни дене бір радиусы r шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалып келе жатыр. Ең бірінші маңызды нәрсе біз еске ұстауымыз керек. Бұл бір қалыпты қозғалыс болғаннан кейін біздің жылдамдығымыз бүкіл жол бойына тұрақты болады. Яғни мәні өзгермейді. Енді айталық, біздерде денеміз бір қандай да бір т уақытта толық бір айналым жасайды. Сол бір уақытта біздер үлкен т әрпімен белгілейміз. Бұл біздерде период деп аталады. Бұл дегеніміз айтқанымыздай толық бір айналымға кеткен уақыт. Енді қараңыздар, периодты біздер қалай анықтаймыз? Периодтың өзінің формуласы бар. Т бөлу n деген өзінің формуласы бар. Т дегеніміз біздерде уақыт. Ал n болса, сол уақыттың ішінде жасалған айналым саны. Мысал келтірейік, денеміз 10 секунд уақыттың ішінде 20 айналым жасады. Оны периодын анықтаймыз десе, бұл формула арқылы біздің периодымыз 10 бөлу 20. Яғни 0,15 период уақыт болғаннан кейін секунд өлшем бірлігі секунд болады. 0,15 секунд. Бұл не деген сөз? Біздің денеміз толық бір айналым жасау үшін осыншама уақытты қажет етеді. Енді біздерде жиілік деген ұғым бар. Бұл дегеніміз дене бір секундта қанша рет айналатын көрсететін шама. Біздің жиілігіміз периодқа кері пропорционал. Демек, бұл енді айналым санының уақытқа қатынасы. Мына мысал оралайық, біздің денеміз 10 секунд уақытта 20 айналым жасаған болса, демек, оның жиілігі 2. Енді жиіліктің өлшем бірлігі герц болып табылады. Оқылуы герц, гц деп белгіленеді. Бұл не деген сөз? 1 секундта денеміз 2 айналым жасайды деген сөз. Енді жылдамдықты қарастырайық. Кез келген қозғалыс болғаннан кейін біздерде жылдамдық болады. Енді біздің тақырыбымызда жылдамдықтың екі түрі болады. Ең әуелгісі ол бұрыштық жылдамдық. Бұрыштық жылдамдық біздерде омега әрпімен белгіленеді. Бұл да векторлық шама, яғни бағыты бар. Бұл дегеніміз біздерде денеміз қандай да т уақытта бір бұрыш жасайтын болса, сол уақытта қанша бұрышқа қозғалғанын көрсететін шама. Бұл біздерде омега деп оқылады, W әрпімен белгіленеді. Бұл біздерде бұрыштық жылдамдық. Енді бұрыштық жылдамдықты қалай анықтаймыз десе, біздің қозғалысымыз бір қалыпты болғаннан кейін, біз нені білеміз? Жылдамдық біздерде жүрілген жолдың уақытқа қатынасы екенін алдыңғы тақырыптардан білетін боламыз. Енді айталық, дене толық бір айналым жасады. Демек, бір айналым санында ол қанша бұрыш жүреді? 360. Демек, 2π жол жүреді. 2π бұрышқа қозғалады. Енді біз айтқанымыздай толық бір айналымға кететін уақыт біздерде период болады. Демек, біздің бұрыштық жылдамдығымыз 2π бөлу период формуласы арқылы табылады. Және де өлшем бірлігі радиан секунд. Бұл біздерде бұрыштық жылдамдық. Екінші жылдамдықтың түрі бұл біздерде өзіміздің v-мыз, бұл біздерде сызықтық жылдамдық. Сызықтық жылдамдық.
Енді оны қалай табамыз десе, ол да бір қалыпты қозғалыс болмай тұрақты болғаннан кейін S бөлу T формуласы арқылы анықтаймыз. Айталық, денеміз толық бір айналым жасап. Бір айналымның ішінде ол қандай жол жүреді? Шеңбердің ұзындығын. Ал шеңбердің ұзындығы біздерде 2π көбейту r-ға тең. Ал біздің уақытымыз толық бір айналымға кеткен уақыт біздерде период болғаннан кейін біздің сызықтық жылдамдығымыз 2πr бөлу T формуласы арқылы табылады. Бұның өлшем бірлігі метр секунд. Енді маңызды нәрсе ескере кететін, сызықтық жылдамдықтың бағыты қандай? Әрдайым дененің кез келген точкадегі жылдамдығының бағыты ең әуелі дене қай бағытқа қозғалып бара жатқанына маңызды. Мысалы айтайық, сағат тілімен болатын болса, осы жерде оның жылдамдығының бағыты әрдайым шеңберге жанама. Бағыты шеңберге жанама болып келеді. Байқаған боларсыздар, бұл жерде 2π бөлу T болатын болса, бұрыштық жылдамдық, бұл жерде де 2π бөлу T бар. Демек, біздер сызықтық жылдамдығымызды омега көбейту радиус арқылы да анықтай аламыз. Құрметті оқушылар, енді біздің қарастыратын нәрсеміз бұл үдеу мен күш. Яғни, ең әуелі еске түсірейік, үдеу дегенне бұл жылдамдықты өзгертетін құрал. Яғни, жылдамдықтың өзгеру тікелей осы үдеуге байланысты. Үдеу болмаса жылдамдықта ешқандай өзгеріс болмайды. Бірақ біздер мынандай сұрақ туындауы мүмкін, бір қалыпты қозғалыс болғаннан кейін бір қалыпты қозғалыс болмайды. Жылдамдық өзгермейді. Демек, үдеу 0 болуы керек еді. Бірақ біздерде қараңыздар, жылдамдықтың мәні тұрақты болғанымен бағытын қарасаңыз, әрбір нүктеде оның бағыты әртүрлі. Демек, осы жерде үдеу бар. Осы жылдамдықтың бағытын өзгертіп тұрған осы үдеу. Және бұл центрге тартқыш үдеу болып келеді. Яғни бұл үдеу болмаған уақытта денеміз мысалы мына нүктеден V жылдамдыққа кетіп бара жатса, демек ол сол бағытта жылдамдығын жалғастыратын еді. Осы центрге тартқыш үдеу болғаннан кейін ол шеңбер бойымен қозғалыс жасайды. Енді оны қалай анықтаймыз десе, ол біздерде сызықтық жылдамдықтың квадраты, яғни V квадрат бөлу радиус. Егер біздер жылдамдығымызды омега r деп алатын болсақ, онда біздің өрнегіміз омега квадрат r-ға болып өзгереді. Ал оның өлшем бірлігі қалыпты метр бөлу секунд квадрат. Ендігі қарастыратын нәрсеміз бұл центрге тартқыш күш. Яғни біздерде күш деген ұғым бар. F әрпімен белгіленеді, ол да бар. Векторлық шама, яғни бағыты бар, центрге тартқыш күш. Яғни қараңыздар, үдеудің болуы тікелей осы күштің әсерінен болады. Яғни күш болған уақытта ғана біздерде үдеу пайда болады. Енді бұл центрге тартқыш күшті қалай анықтаймыз десе, Ньютонның екінші заңынан анықтаймыз. М көбейту үдеу, яғни дененің, бұл жердегі М дененің массасы. Енді біздер үдеудің орнына V квадрат r жаза аламыз. Демек, М көбейту V квадрат бөлу r формуласымен анықтай аламыз. Болмаса, М көбейту омега квадрат көбейту r формуласымен де анықтай аламыз. Енді біздің сауалымызды бір түйінділеп алайық. Бүгінгі өткен маңызды нүктелерімізді бір қайталап өтейік. Ең бірінші период. Бұл период деп аталады, тәріппен бөледі. Бұл не? Бір айналым кететін уақыт. Яғни демек уақыттың айналым санына қатынасы өлшем бірлігі секунд. Жиілік бір секунд ішінде қанша айналым жасайтынын көрсететін шама периодқа кері пропорционал. Демек айналым санын уақыт қатынасы арқылы табуға болады, өлшем бірлігі герц. Омега бұл бұрыштық жылдамдық, бір секунд ішінде денеміз қанша градусқа орын ауыстыратын көрсететін шама. Формуласы 2π бөлу T, яғни T біздерде период, өлшем бірлігі радиан секунд. В біздерде денеміздің сызықтық жылдамдығы, ол 2πr бөлу T,
немесе омега r формуласы арқылы табуға болады. Өлшем бірлігі метр секунд. Тағы да екі нүктені айта өтейік. Үдеу біздерде v квадрат бөлу r, яғни жылдамдықтың қаншалықты тез өзгертетін көрсететін шама. Өлшем бірлігі метр секунд квадрат. Және де біздердің күшіміз бұл м а арқылы табылады.